Саламатсыңдар ма, балаларым? Мен бүгін сендерге айтып беретін ертегім бай мен бала туралы. Ерте заманда сараң бай болыпты. Байдың соншалықты байлығы болса да құлыққандығынан бұдан да көп менің байлығым болса деп жолда келе жатқан кезінде бір балаға жолығады. Баланың жағдайын сұрап, балаға сұрақ қояды. Сен бай болғың келеді ме дейді. Иә, бай болғым келеді дейді. Сол ұзын жолдың бойында биік тауға жол тартып келе жатқан кезінде таудың етегіне келіп, бай теріні жазып жіберіп балаға айтады. Сен мына теріге ораймын, сен байлыққа кенелесің деп жас балаға айтады. Сол кезде таудың етегіндегі малдың терісіне орап баланы байлап қояды. Бүркіт келіп баланы биікке, шыңның биігіне алып ұшып кетеді. Сол кезде баланы апарған жерінде баланы қонып отырғаннан кейін қараса, баланың байдың айтқанындай асыл тастар көп екен. Шыңның бірі естіліп, бірі естілмей жатқан кезде балаға айқайлап, байдың айтқан дауысы жаңғырып кетеді. Сол кезде бай айтады, сен менің айтқанымды орындасаң, сенің таудың биік шыңынан қалай түсетінді мен саған айтамын дейді. Сол кезде бала асыл тастарды лақтырып, 5-6 қапты алып, бай балаға қарамай кетіп қалады. Бала ыза болып, бір күн отырады, 2 күн отырады. Содан кейін бір күні бүркіт келе жатады. Бүркіт жайлап ұшып, жақындай берген уақытта бар күшін жинап алып бала осы бүркіттің 2 аяғына жабысады. Бүркіт қанатын кеңге жайып, баланы со таудың баяғы өзінің теріге ораған жеріне әкеп тастап кетеді. Содан бала үйіне барып, болған жағдайларды айтып әке-шешесіне, енді мен байға барайын дейді. Байдың үйіне келіп, бай аң-таң қалады. Бұл бала қалай келді, биік шыңнан түсіп дейді. Жүріңіз, енді мен сіздің бұдан да байлыққа кенелтетін нәрсені көріп келдім. Менің айтқаныма сіз сенбейсіз, сіз өзіңіз көріңіз деп байға айтады. Сол кезде бай да барып, таудың етегіне барып, үлкен терге орап, байды байлап қояды. Сол кезде байды бүркіт алып, биік шыңның басына апарып қояды. Сол кезде жаңғырықпен бала, маған да сол асыл тастарды лақтырыңыз мен сияқты дейді. Сонда бай айтады, мейлі мен саған асыл тастарды лақтырайын. Қалай шыңнан түсетінді маған айтасың ба дейді. Иә, айтамын дейді. Сонымен бай жаңағы асыл тастарды лақтырып, бала 5-6 қап жинап кетіп қалады. Бай аң-таң қалады. Неге бұл маған айтпай кетті екен деп. Сол кезде бала 1-2 күннен кейін байға келіп жаңғырып, қалай жағдайыңыз деп айтса, бай қалай түсемін деп айтқан кезінде бала айтады, мен биік шыңның үстінен өзім кәдімгідей секіріп түстім. Сіз де солай секіріп түсіңіз дейді. Сонда байды байқайыншы, қорқақ па жоқ батыр ма деп ойлаған екен бала. Сол кезде секіремін деп бай мерт болған екен. Ал бала мұрат мақсатына жеткен екен. Балалар, мен сендермен ендігі кездескенше сау болыңыздар.